Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі керемет болып шығатын, барлығын көңілінен шығатын баклажан салатының рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 3 дана баклажан қажет болады. Біз барлық баклажанның сыртын жақсылап жуып, бір ыдысқа домалақ тәрізді етіп кесіп аламыз. Енді оның үстіне суымызды құйып, суымыз толық баклажанымыз батып тұрғанша құямызда үстінен басып кішкене суға батыратын боламыз. Біздің баклажанымыз суда 10-15 минуттай тұру қажет. Оған дейін бізге керекті қызанақ пен сарымсақты тура болатын боламыз. Біздің қызанағымыз бен баклажанымыздың көлемі бірдей болғаны жақсы, өйткені әдемі көрінетін болады. Қызанақты дәл солай баклажансыз тәрізді етіп, домалақ қылып турап аламыз. Сарымсақты да дәл солай жіңішке етіп турайтын боламыз. Өте майда болғаны жақсы. Ал енді баклажандарымызды судан аламыз. Судың түсі осындай болып өзгереді. Енді оны майлыққа немесе қағаз сүлгіге қойып кептіріп аламыз. Ал енді бізге қажетті 2 жұмыртқа қажет болады. Оны жарып, бөлек ыдысқа үстіне тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді табамызды алдын ала қыздырып аламыз. Жаңағы жарған жұмыртқамызға баклажанды батырып, қуырып шығамыз. Баклажанның барлығын екі жағынан аунатып, қызарғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Сосын қызарған баклажандарымызды қағаз сүлгіге сүзіп аламыз. Майын сіңіріп әдемі болып тұрады. Міне біз барлық баклажанды дәл осылай қуырып аламыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Үстінен бір баклажанды алып, оның үстіне майонезімізді құямыз. Және де ұсақтап тұрып алған сарымсақты үстіне сеуіп, және үстіне бір помидорды, яғни қызанақты үстіне қоямыз. Қайта майонезді жағамыз, және сарымсақты үстіне қойып, оның үстіне баклажанды жауып қоямыз. Видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Міне достар, сонымен баклажан салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады, әрі ең дәмді салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.